Selamsыздарма, 44-ші есебіміз шығарайық. Бірінші есебіміз жазып қойдым. Яғни бірінші шығару үшін, өрнекті ықшамдау үшін x жақшадан шығарып аламыз. 10a азайтылған 6b қосу 5c азайту 4d азайтылған 9a минус мына жерде плюс болады. 2b плюс 4c минус 2d болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, мына 10-дан азайтамыз екен 9-аны. Келесі, мына 6b, мында 2b бар. Келесісі 3c, 5c, мында 4c. Енді 10-нан азайтамыз 9-ды. Яғни 1a болады. A деп қойын, бірді жазбаймыз. Келесінде мына минус 6b-дан қосамыз 2b-ны. Енді қараңыздар, мына жердегі таңба өте маңызды. 6-ның алдында азайту бар. Яғни минус таңба болғандықтан, минус плюс болса азайтылады да, үлкен таңбасы қойылады. 6-дан 2-ні азайтсақ 4b болады. Минус 4b. 4b. Келесі, яғни қосу 5c, мұнда қосу 4c. 9c болады сонда. Қосылған 9c. Келесі, минус 4d бар. Мына жерде минус 2d екен. Минус болғанда қосылады да, минус таңба қойылады. Яғни 4-ке 2-ні қоссақ 6d минус 6d. Бірінші есебіміз аяқталды. Енді екінші есебіміз шығарайық. Енді бұл жерде тағы жақшаны ашамыз бірінші. Яғни 5a квадрат азайтылған x қосылған x квадрат қосылған 3a квадрат қосылған 2ax минус плюс минус болады 3x квадрат. Мына жерде минус 4ax минус плюс минус болады 2x квадрат минус a квадрат. Енді ұқсас мүшелерін астын сып қойын. Бізге ыңғайлы болу үшін 5a квадрат, мұнда 3a квадрат. Және де мұнда 1a квадрат екен. Келесі 2ax, мұнда 2ax, мұнда 4ax. Енді x квадраттардың астын ерек қып сып қойын. X квадрат, мұнда 3x квадрат, мұнда 2x квадрат. Енді қараңыздар, мына 5a квадраттан не істейміз? Мына 3a квадратты қосамыз. 5-ке 3-ті қоссақ 8 болады. Осы 8-ден азайтамыз 1-ді. 7a квадрат болады. Жазайық. Тең 7a квадрат. Келесі, мына жерде минус ax плюс 2ax минус плюс болған кезде азайтылады да, үлкен таңбасы қойылады. Сонда ax қалды. Минус ax қосу 2ax болған кезде ax шығады. Осы ax-ге мына жерде минус 4ax-ті қайтадан азайтамыз. 4ax сонда болады минус
3ax болады. Минус 3ax. Келесі мына жерде x квадрат және де мына жерде 3x квадрат минус 2x квадрат. Яғни x квадрат азайтылған 3x квадрат болады. Мына жерде минус 2x квадрат болады. Одан азайтамыз. Мына 2x квадрат. Сонда минус минусым минус болады. 4x квадрат шығады. Жазайын енді. Азайтылған 4x квадрат. Енді есебіміз болды. Одан ары қарай ықшамдалмайды. Екінші есебіміз аяқталды. Үшінші есебіміз жазайын. Үшінші есебіміз мына жерге басқа түспен жазайыншы. 2m 4 дәреже қосылған 5m 3 дәреже n азайтылған 3m квадрат n-нің квадраты азайтылған mn 3 дәрежесі қосылған 3m 4 дәреже 8m 3 дәреже n квадрат азайтылған 6m n-нің 3 дәрежесі. Енді осы есепті шығаратын болсақ, жаңа сияқты бірінші не істейміз? Жақшадан шығарып аламыз. 2m 4 дәрежесі қосамыз 5m 3 дәрежесі n азайтылған 3m квадрат n квадрат азайтылған m n-нің 3 дәрежесі қосылған 3m-нің 4 дәрежесі минус плюс минус болады. 8m 3 дәрежесі n-нің 2 дәрежесі минус плюс минус болады. 6m n-нің 3 дәрежесі тең. Енді ұқсас мүшелердің астын сатып болсақ, 2m-нің 4 дәрежесі менен міне жерде 3m-нің 4 дәрежесі ұқсайды. Келесі не жерде m-нің 3 дәрежесі мен 6m-нің 3 дәрежесі ұқсайды екен. Енді қарап тұрсақ, басқалары ұқсамайды. Сондықтан мына жерде 2m-нің 4 дәрежесіне қосамыз 3m-нің 4 дәрежесі. Сонда 5m-нің 4 дәрежесі болады. 5m-нің 4 дәрежесі. Келесі қалпынша жазып қойсақ болады. Қосылған 5m-нің 3 дәрежесі n азайтылған 3m-нің 2 дәрежесі n-нің 2 дәрежесі. Енді мына жерде минус m-нің 3 дәрежесі мен минус 6m-нің 3 дәрежесі. Минус болған жағдайда, яғни минус m-нің 3 дәрежесі азайтылған 6m n-нің 3 дәрежесі болған жағдайда минус таңба болады. 7, мына жерде 1 бар ғой, көрінбей тұрған. 7m n-нің 3 дәрежесі болады. Минустен 7m n-нің 3 дәрежесі. Енді бізде не қалды? Азайтылған 8m-нің 3 дәрежесі, n-нің 2 дәрежесі қалды. Тең. Яғни ары қарай емді жақшаны сыртына шығаруға болады. Осы қалпынша қалдырсақ та болады. Негізі осы қалпынша қалдыра беріңіздер. Бұдан артық, яғни ықшамдалмайды. Бұл бізде соңғы үшінші есебіміз, яғни бірінші есеп. Нағден бірінші есебіміз, екінші есеп, бұл үшінші есеп. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер түсініксіз болатын болса, қайтадан бір басынан бастап көрсеңіздер болады.
Sog' bo'lingizlar.